Сәлем YouTube каналымның көрермендері, бүгін осындай тықытырлақ чикен дайындайтын боламыз. Алдымен тауық қанаттарын жуып тазалап аламыз және оларды 3 бөлікке бөлеміз. Бірінші бөлігін пайдаланбаймыз, қалған бөліктерінен чикен дайындайтын боламыз. Барлық тауық қанаттарын осылай видеодағыдай қылып кесіп шығасыздар. Қыздар, бұл рецептпен жасасаңыздар еш өкінбейсіздер. Кафе, ресторан, фастфудтарда жеп жүрген чикендеріңіз сияқты болып шығады. Сырты қытырлақ, іші пісіп, кәдімгідей адамның тәбетін ашатындай болып шығады. Барлық тауық қанаттарын кесіп болғаннан кейін тұзды суға салып қоямыз. Яғни 1-2 сағаттай тұзды суда тұру керек. Немесе бір күн бұрын салып қойсаңыздар да өте керемет болып шығады. Тұзы сіңіп, дәмді чикен болып шығады. Егер асығыс, тез балдарымызға пісіріп беруіміз керек деп ойласаңыздар, енді 1-2 сағаттай тұзда ұстасаңыздар болады. Чикенге тұзы сіңгенше біз чикенді бұлғайтын ұнымыз бен клярымызды дайындаймыз. Оған алдымен весы керек болады. Барлық ингредиенттерді весімен өлшеп отыратын боламыз. Мен осы рецептпен 21 чикен жасадым. Егер сіздерге көп керек болса, 2 есе 3 есе қылып көбейтіп жасайсыздар. Енді жаңағы снекке 135 грамм ұнды қосып, жақсылап біркелкі болғанша араластырамыз. Осылай лопатканың көмегімен болсын, кез келген қасықтың көмегімен болсын, осылай араластырып аласыздар. Енді осы араласқан смесімізді шетінен 70 граммын бөлек басқа ыдысқа салып аласыздар. Өлшеп весидің көмегімен саласыздар. Және оның үстіне 135 грамм су құйып, жақсылап біркелкі болғанша араластырып кляр жасаймыз. Яғни біз жаңағы чикен пісіретін кезде бізге кляр қажет болады. Осылай біркелкі қылып араластырып аласыздар. Чикен жасауға арналған барлық заттарымызды дайындап алдық. Енді чикенімізді пісіруге кірісеміз. Алдымен майымызды қыздырып аламыз. Манағы суға салған чикенімізді клярымызға бұлғап, және манағы ұнымызға аунатып, қызып тұрған майға салсаңыздар болады. Бір жағы сарғайған кезде, сарғайып бастаған кезде, екінші жағына аунатып 10 минутта чикенді пісіріп аласыздар. Қыздар, осыдан кейін чикенді фастфудтан заказ бермей, өздеріңіз үйден балаларыңызға пісіріп берсеңіздер болады. Өте дәмді болып шығады. Осылай барлық чикендерімізді пісіріп түсіріп аламыз. Және мен чикенге арналған соус жасадым. Сол соустың рецептісін каналыма салған болатынмын. Сол соуспен бірге жесеңіздер, соусқа батырып жесеңіздер, чикен одан сайын дәмі ашылып, кәдімгідей сочный болып шығатын болады. Осылай видеодағыдай қызарып піскеннен кейін чикендерді түсіріп алып, балаларыңызға немесе қонақтарыңызға ұсынсаңыздар болады. Сіздермен бірге Салтанат. Видеоны соңына дейін көргендеріңізге көп рахмет. Осындай біздің чикендеріміздей чикенді сіздер де пісіріңіздер. Ешқандай өкінбейсіздер. Бұл оригинал рецепттерінің бірі. Көріп тұрғандарыңыздай ішінің бәрі пісіп, кәдімгідей дәмді болып тұр. Ас болсын.